Студенттерге психологиялық көмек көрсету орталығының ұйымдастыруымен эмоцияны басқару тақырыбындағы педагог мамандарға арналған семинар-тренинг. Бүгінгі семинар-тренингтің мақсаты адам бойындағы эмоцияларын басқара білуге дағдыландыру. Эмоцияны ауыздықтай білу өмірде, оқуда, адамдармен қарым-қатынаста өте маңызды дағды болып саналады. Әрине, асау сезімнің әрдайым бақылауда ұстап, басқарып отыруға көне қою қиын болатыны белгілі. Бірақ та шын қаласақ, қиынның да қиынын жеңуге болады. Ең алдымен ішкі әлеміңізде үйлесім болуын есіңізге сақтаңыз. Ой арқылы эмоциямызға әсер етіп, бақылап отыруға қол жеткізуге болады. Есіңізге жағымды нәрсе түссе, көңіл күйіңіз бірден көтеріліп, айналаңызға мейірім шаша қарай бастайтыныңызды байқап жүрген шығарсыз. Демек, ой арқылы өзіңнің эмоционалдық жағдайың арқана бағындыра білу әр адамның қолынан келетініс. Ең бастысы, жайдары көңіл күйді қоса білу қажет. Біз бұны эмоцияны жетекке алып, басқара білу деп айтамыз. Адам өз ойын қалауынша басқара біліп, қажет арналарға бағыттай білу дегеніміз осы болады. Бүгінгі сіздермен жүргізетін психологиялық әдістемеміз ол құндылықтар деп аталады. Ол үшін бізге А4 форматтағы қағаз бен бір ручка қажет болады. А4 форматтағы қағазымызды бірдей етіп 5 бөлікке бөліп аламыз. Сосын жоғарғы тұсына 1-ден 5-ке дейінгі реттік санмен жазып аламыз. Сосын біз үшін құндылық дегеніміз не? Біреуміз үшін құндылық ол маңызды отбасымыз болуы мүмкін. Немесе достарымыз болуы мүмкін, әріптестеріміз, немесе үйіңіз, көлігіңіз болуы мүмкін. Сіз үшін құндылық қайсы? Бірімізге құндылық көп болуы мүмкін. Соның ішінен ең маңызды деген 5 құндылықты іріктеп